Алдарыңызда тұрған судокуды сіз осы видеоны қарап отырған құрылғыны және кешкі серуендеуді біріктіретін бір логика бар десем, сіз маған сенер ме едіңіз? Бұл логика қазір информатика сабағында өтіп жатқан бөлдік логика десемші. Бөлдік логика не екенін түсініп алу үшін мына ережелерді түсіну керек. Біріншіден, кез келген тізбекте біз тек бір, яғни шын, және нөл, яғни жалған деген логикалық күйелермен жұмыс істейміз. Екіншіден, әр тізбектің өзінің кірісі инпуты және шығысы аутпуты болады. Және осы логикалық күйлерді өзгертетін логикалық бірліктер бар. Бұл ережелермен не істей алатынымызды көру үшін манағы кешкі серуен мысалын қарастырып көрейік. Алдарыңызда көріп отырғандай, бізде кіріс ақпараты, біздің логикалық бірлігіміз және оның беретін нәтижесі бар. Және айтылып кеткендей, ол тек екі ғана логикалық күймен жұмыс істейді. Біз серуендеуге шығу үшін дала жылы болуы қажет және далада достарымыз болу керек. Енді бұл ақпаратты осы бірлікке енгізгенде не болатынын қарайық. Егер далада достарымыз болып, дала жылы болса, нәтиже 1, яғни біз серуендеуге шығамыз. Ал егер осы жағдайлардың біреуі ғана немесе ешқайсысы орындалмаса, онда біз үйде отыра береміз. Сонда мына кесте көріп тұрғандарыңыздай, біз далаға тек қана екі жағдай орындалып тұрғанда ғана шығамыз. Мысалы, сіз интернетті қолданған кезде желі адресін анықтау үшін осы бірлік қолданылады. Бізге берілген IP адресті желі маскасынан өткізсек, бізде осындай желі адресі пайда болады. Сізде неге деген сұрақ пайда болуы мүмкін? Бұны түсіну үшін біріншіден осы сандарды бинарлық жүйеге аударып көрейік. 192 ол 28 қосу 64, сонда бинарлық жүйеде ол 1-1 және 6-0 ретінде белгіленеді. 168 болса 28, 32, 8 сандарының қосындысы. Сонда бинарлық жүйеде ол 1-0, 1-0, 1-0-0-0 болады. Осы алынған сандарды біздің оператордан өткізейік. Жүйе маскасы мен IP адресінің биттері 1 мен 1 болғанда нәтиже 1 болады. Қалған кезде бір жақта 0 болса, онда біздің нәтижеміз 0 болып шығады. Енді бұл логиканы бүкіл адреске жасап, оны бинарлық жүйеден аударсақ, жаңағы сандар шығады. Осы оңай логика арқылы біздің компьютерлер бір-бірімен ақпарат алмасып, сіз осы видеоны қарап отырсыз. Көріп тұрғандарыңыздай, жай 1 мен 0 арқылы және оларды аудару арқылы біз сандарды қосу жүйесін және оларды 7 сегментті дисплейде көрсету тізбектерін құра аламыз. Енді жаңағы көрген тізбектердің неден тұратынын қарастырайық. Бүгінгі сабақта біз басты 4 бірліктермен танысамыз. Бірақ негізі тек үшеумен ғана. Не екенін кейінірек түсіндіріп кетемін. Емес бірлігі оған келген логикалық күйді төңкере салады. Сонда оған келген 0-ді 1-ге, 1-ді 0-ге айналдыратын бірлік. Ол әдетте лип белгісі, сызықша немесе тапаншаға ұқсас символмен белгіленеді. Және бірлігі тек 2 мән 1 болғанда ғана бізге 1-ді шығарады. Атайып тұрғанындай, бізде бірінші және екінші кіріс 1 болу қажет. Оны жазғанда көбейту немесе математикадағы қиылысу белгілерін қолданады. Менің ойымша, көбейту арқылы осы бірлікті түсініп алуға болады. Себебі кез келген санды 0-ге көбейтсең 0 шығады. Ал 1 шығу үшін біз 1 мен 1-ді көбейту керекпіз. Және бұл мұндағы серуендеу мысалында қолданылған логикалық бірлік. Байқасаңыздар, мұнда NAND деген бірлік көрсетіліп тұр. Бұл және мен емес бірліктерінің қосындысы. Бұны оның басындағы домалақтан көруге болады. Ол және секілді жұмыс істейді, бірақ жауаптарын жай ғана төңкеріп тұрады. Немесе бірлігі болса, екі кірістің кем дегенде біреуі 1 болса, 1 береді. Және де қайтып осы бірліктің мағынасын атайтып тұр. Бізде бірінші немесе екінші кіріс 1 болса, нәтиже 1 болады. Бұл белгінің жазылуында қосу немесе математикадағы біріктіру белгісі қолданылады. Енді осының қосу деген белгілеуіне тоқтап көрейік. Егер біз 0 мен 0-ді қоссақ, нәтиже 0. Ал қалған жағдайларда, яғни 1 мен 0 немесе 0 мен 1-ді қоссақ, жауап 1 болады. Оған 1 мен 1-дің де қосындысы жатады. Себебі олардың қосындысы математикалық тұрғыда ешқалай 0 бере алмайды. NAND-тың мысалында мұнда да бізде NOR деген бірлік бар. Оның логикасы NAND-тікімен бірдей, бірақ жәненің орнына немесе бірлігін қолданады. XOR бірлігі екі кіріс бір-біріне тең болмағанда 1-ді шығарады. Сонда 1 мен 1 немесе 0 мен 0 мәндерінде XOR 0 жауабын қайтарады. Негізі XOR ол бізде жеке дара логикалық бірлік емес. Ол басқа логикалық бірліктердің қосындысы.
бірақ өзінің ерекшелігі арқылы оны көрсетпей кеткенді қате деп санаймын. Және айтқым келіп отырғаны, бұл тақырып бізде кішкене абстрактты және шын өмірмен байланыстыру қиындау болуы мүмкін. Сондықтан тақырыпты түсіндім дегенше видеоны қайта қарай берулеріңізге болады. Тақырыпқа қайтып оралайық. Логикалық бірліктерден шыққан тізбектерді белгілеп жазу үшін бірліктердің символдары мен жазылуын қолданамыз. Мысалы, А немесе Б және С емес дегеннің тізбегін құрастыру үшін бізге қажет бірліктердің суреттерін саламыз. Сонда А мен Б-ны бір-бірімен немесе арқылы қосып, А немесе Б дегенді аламыз. Содан соң оны С емеспен көбейту үшін біріншіден С-ға емес бірлігін жалғап, оны манаға шыққан А немесе Б-мен және бірлігінің арқасында біріктіреміз. Сонда нәтижесінде бізге керек логикалық тізбек шықты. Ал егер керісінше суретке қарап тізбекті жазу керек болса, онда жаңағы логиканы керісінше қолданамыз. Бізде А мен Б немесе бірлігімен қосылады. Сондықтан А немесе Б деп жазамыз. Содан соң, ол бізде С емес бірлігімен көбейтілгендіктен, біз оны А немесе Б және С емес деп жазып аламыз. Біз бұл жерде С еместі А мен Б-ның қосындысына көбейткендіктен, осы жақшаны салуды ұмытпауымыз қажет. Осы тізбекті ақиқат кестесіне жазып көрейік. Бізде 3 кіріс болғандықтан, мүмкін нұсқасын математикадағы комбинаторика табуға көмектеседі. Бізде 2 логикалық күй бар, және олар 3. Сонда 2 көбейту 2 көбейту 2 тең 8. 8 жол болу қажет. Байқасаңыз, бұл жай 2-ның 3 дәрежесі. Және бұл формула кез келген басқа кірістердің санына 2-ның n дәрежесі болып жазылады. Енді кірістерді толтырғанда да бір лайфхак бар. Бірінші кірістің жолдарын 2-ге бөлейік. Содан соң олардың бір бөлігіне 0, екінші бөлігіне бірлерді толтырайық. Келесі кірістің бөлігін тағы 2-ге бөліп, солай әр кірісте жасап шықсақ, бізде кестенің осы бөлігі толып шығады. Келесі бөлікте біз қолданылған бірліктерді жазып шығайық. Олар бізде А немесе Б, С емес, және соңғысы екеуінің көбейтіндісі. Енді А мен Б-ны қосайық. 0 плюс 0 – 0, 0 плюс 1 – 1. 1 плюс 0 қосындылардың орнын өзгертсек, нәтиже өзгермейді. 1 плюс 1 – 0 бола алмайды, сондықтан 1. С емес болса, жай С жолағының керісіншесі. 0 бар жерде 1, 1 бар жерде 0. Және соңында бір-біріне көбейтсек, 0 көбейту 1 – 0, 0 көбейту 0 – 0, 1 көбейту 1 – 1. Және солай жалғасады. Сонда бізде осы тізбектің нәтижесі осындай болатынын көріп тұрмыз. Егер осы видеоны түсінген болсаңыз, сізге кішігірім үй жұмысын берейін. Алдарыңызда тұрған тізбекті манағыдай қосу, көбейтулер арқылы жазып, оны ақиқат кестесіне толтырып көріңіз. Күндеріңіз ақиқатқа толып, беттеріңізден күлкі кетпесін.